Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қыста сақтайтын өте керемет табиғи шырын жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріп, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге өрік қажет болады. Өрігімізді жуып тазалап алдық. Оның сүйегінен ажыратып алып, осылай блендерден өткізетін боламыз. Сіздерде блендер болмаса, ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады. Осылай жақсылап езіп аламыз. Осылай өрігімізді блендерден өткізіп болған екен, осылай ситардан өткіземіз. Сонда біздің өріктеріміздің тамырлары ірі болып қалып кеткендерін осылай өткізіп, міне осылай қою пюре жасаймыз. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Енді осыған 2 есе су құямыз. Сөйтіп осыны жақсылап араластырып, газге қойып қайнататын боламыз. Енді бізге 2 лимон қажет болады. 2 лимонды өздеріңіз көріп тұрғандай басына алып тастап, ұсақтап турап аламыз. Осы лимонды жақсылап ұсақтап турап блендерден өткіземіз. Лимон қосу міндетті емес, енді сіздердің өз қалауларыңыз, қоспасаңыздар да болады. Бірақ қоссаңыздар дәмі өте керемет дәмді болып шығады. Осылай жақсылап сыртыменен салып, жақсылап езіп аламыз. Осылай барлығын өткізіп болған екен, лимонын қосып барлығын осылай газге қойып қайнағанын күтетін боламыз. Қайнағаннан кейін осылай өздеріңіздің қалауларыңызша осылай құмшекерін қосасыздар. Қанша мөлшерде, қанша кететінін бәрін описанияда жазып кететін боламын. Сол жерден көріп істесеңіздер болады. Осылай құмшекерімізді салып болған кейін тағы қайнатамыз. Жақсылап оға дейін банкілерімізді осылай булап аламыз. Мен мантаварканың ыдысына осылай булап алдым. Осылай булап болған екен, өздеріңіз көріп тұрғандай, осы дайын болған шырынымызды банкілерімізге құямыз. Осындай өте дәмді, өте керемет, қою болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Мен банкі жабатыным осылай барлығын жауып алдым. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осылай барлық банкілерімді осылай бұрап алдым. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Қош сау болыңыздар.